18 тамыз шекарашылар күні. Қазақстанның мемлекеттік шекарасы 5 елмен арадағы 15 000 километр қашықтықты күзетеді. Жалпы Жамбыл облысында 24 шекара заставасы бар. Соның ішінде біз 2012 жылы құрылған Шөлдала шекара заставасына келдік. Ел шебін күзетіп жүргендердің тыныс-тіршілігін білу мақсатында. Біз өздеріңізге белгілі Қырғызстан Республикасымен мемлекеттік шекараны күзетеміз. Бұл заставаның осы жерде құрылғанына, тұрғанына 12 жыл уақыт болды. Заставада қызметті негізінде болғанда осы қызметті атқаратын біздің офицерлер, сержанттар және сарбаздар мерзімдік қызметті өздеріңізге белгілі 12 ай атқарады. Оларды басқаратын сол майор, капитан, әскери шеніндегі офицерлеріміз. Негізі мына қызмет атқаруға қазіргі таңда мемлекет тарапынан бар жағдай жасалған. Заставада жүрген, комендатурада жүрген, осы тікелей шекараны күзетіп жүрген сарбаздардың қызметі өте қиын. Солар үшін енді осы застава салынған, заставада қажетті бар объектілер, инфраструктурасы бар. Шекара заставасының негізгі әкімшілік ғимараты, офицерлердің жұмыс атқаратын кабинеттер бар, содан кейін қару-жарақ сақтайтын бөлмесі бар, жаңағыдай кезекшілер, отыратын кезекшілер қызмет атқаратын бөлмелері бар, офицерлерге арналған пәтерлер. Негізі мынау шекара бөлімшесінде 4-5 офицер қызмет атқарады, тек офицерлер ғана. Келісім шарт бойынша әскери қызметшілерге қарастырылған, олардың өздері егерде бала-шағасымен тұрамыз дейтін болса, соларға қарастырылған жатақхана бар. Спорт ғимараты әрбір заставада салынбаған. Осындай именно осы типтік заставалар салынған кезде, сол кезде қарастырылғанда Қазақстан Республикасының шекаралас облыстарының әкімшілігі де бізге шекара қызметіне көптеген көмек көрсетіп отыр. Соның арасында заставаларға газ, электр қуатын тартып отыр. Осы қызметтік автотұрағымыз бар. Көлік осының ішінде тұрады. Мына заставада жоқ дегенде бір 4 көлік бар шығар. Қызметтік жылқы, қызметтік ит деген біздің ең бірінші көмекшілеріміз шекарашылардың. Бұларға да сарбаздардың арасынан біз таңдап осы жылқыға жақын икемі бар сондай жігіттерді таңдап аламыз. Олар арнайы оқытылады. Біздің сол жағымызда жанар-жағармай сақтайтын жер. Өздеріңіз білесіздер, техникамыз бар, дизельдік агрегатымыз бар, свет жоқ кезде өзіміз қосып алатын. Бұл ит неміс овчаркасы, есімі Тамерлан, 2021 жылы туылған. Дәл осы шекара заставасында қызмет етеді. Ал оны тәрбиелейтін кісі қызметті кинолог деп аталады. Мемлекеттік шекарада осы қызметтік иттеріміздің көмегі өте зор. Алматы 5 айлық оқуында осы кинолог мамандығы бойынша оқып бітіріп, осы куәландырылған куәлік аламыз негізінде. Бұл 4-ші итім болады негізінде. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп, халқына қызмет еткен деген. Сол себептен қандай да қызмет етсін, өз елінің патриоты болуы тиіс деп есептеймін. 2017 жылы қызметкерлерінің жаңағыдай жаттығу өткізіп жатқан кездерінде табиғат апатынан қар көшкіні болып қалып қалған етін. 17 адам қарасына қалып қалған етін. Бірінші болып біз барған едік. Сол кезде де осы қызметтік итіміз, сол кездегі лақап Енесей деген ит болған етін, бельгийский овчарка аха. Сол итім бір емес 3 мәрте көрсеткен етін, қай жерде тұрған 17 адам бәрі сол бір ит көрсеткен жерде шықты негізінде. Смирно! Да! Сей! Зайка! Да! Умри! Застава Харума! Шекарашы әрдайым физикалық тұрғыдан, моральдық жағынан дайын болып тұру керек. Мемлекеттік шекараны бұзған адамды кездестірген кезде, сен отан үшін өз жаныңды қиюға әрдайым дайын болу керексің. Сарбаздарға
күн тәртібі бойынша елмен қатар 3 мезгіл тамақ қарастырылған. Шекарашыларға түнгі уақытта, түнгі емес, вообще бір тәуліктің ішінде 2 сағаттан көп қызмет атқаратын болса, қосымша азық-түлік, қосымша тамақ қарастырылған. Мен ефрейтор Нарықбай Мақсатұлы, Жамбыл облысы Шу ауданы тумасымын. Қазіргі таңда осы Жамбыл облысында Шөлдала шекара заставасында қызмет атқарып отырмын. Осы бұйыртса, осы күз айында қыркүйегінде 20-сында үйге қайтамыз. Адал қызмет етем деген жастардың болашағы мол. Осы облыстың тумаларын, осы облыстың азаматтарын біз өзімізге мерзімді әскери қызметке шақырып отырмыз. Жамбыл облысы бойынша орналасқан заставаларға бөлеміз. Осы облыс бойында өтіп жатқан мемлекеттік шекараның не екенін біледі. Сол сарбаздардың арасынан біз әскери жоғары оқу орындарға үміткерлерді таңдаймыз. Жоқ дегенде 250 мың айлығы бар. Мемлекет тарапынан пәтер жалдаған үшін төлейтін қаражаты бар. Сонымен қатар мемлекет тарапынан төленетін ипотекалық кредит бар. Келе жатқан кәсіби мерекемізбен құттықтаймын. Барлығыңызға зор денсаулық, қызметте табыс, мол махаббат, ұзақ ғұмыр тілеймін. Заманымыз тыныш, еліміз аман, шекарамыз берік болсын. Бәріңізді келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Асыл текті туын!